мол. Негізі біз қандай да бір тақырып емес, адам туралы сөйлейміз, адамның өзін ашу туралы да. Сол үшін ең басты менің сұрағым, сіз кімсіз? Сұрақ қысқа, сіз оған мүмкіндігінше ашық жауап беріңіз. Қысқа жауап берейін бе, ұзақ? Ұзақ жауап беріңіз. Ұзақ жауап берейін. Мен жай ғана қазақ тілінде жауап берейін деген ғой. Ұзақ жауап беру керек болатын болса, жасым 40-та, Мамыр Мәуленов, есімім, 10 баланың әкесімін, 2 әйелім бар. Және осы ұстанымды бүкіл қазаққа айтып жүрген азаматпын. Ол ұстаным қайдан келді деген кезде біздің ата бабамыз жасаған дүние. Ең бірінші дінге бармайтын болсақ, ары қарай кететін болсақ, дінімізде бар нәрсе 2-3 әйел алу. Осыны қазаққа алып келгісі келіп жүрген азаматпын мен. Басқа ешкім емес болды. Негізі жеке сіздің өміріңізде осы ұстаным қайдан пайда болды? Бір болады ғой, бір нүкте, осыдан бастап мен осылай ойлай бастадым дегендей. Кішкентай кезде әкелер, ой, 2 әйел алады, 3 әйел алады деген бір әңгімелер болушы еді ғой жас кезде. Басында 2 орай бар. Басында содан басталады. Басында 2 орай бар деген сияқты. Мен 2 орайым бар сонда. Сол дұрыс айтады, әдемі еске салып отыр. Ол бар. Одан кейін мен қалаға колледжді бітіріп оқуға келдім. Сонда 16 жаста боламыз біз. 16 жасында келген кезде бізде мынау университет, Қазақ-Түрік университетінің алдында экономикалық колледжінде оқыдым мен. 15-16 жастамын, 9 класты бітіріп келіп отырмын. Сол кезде білмеймін, сол қазақтың қыздарын, түрік азаматтары сол жақ басталған кезде есіме түсіп отыр ғой. Солай жетектеп алып жүретін үлкен кісілер, ағайлар, студент қыздары жетектеп солар жүреді. Сол кезде бір қызғаныш пайда болды. Сол кезде ең бірінші даусыма шыққан есімде мен. Бұлай істемей, қазақтың жігіттері 2-3 әйелден алса, осылай болмас еді, қазақтың қызы қазаққа бұйырар еді деп. Енді ол 16 жастағы түсіндік қой енді. Ең бірінші жерде пайда болған. Бүгінгі күннің статистикасын қарадыңыз, мен сайт бар екен, арнайы. Ерлер саны 9.127.000, ар жағында қосымшалармен да. Әйелдер саны 9.917.000 тоже қосымшалармен. То есть әйелдер 52%, 100%, ер азаматтар 48% екен. Сонда 4% әйелге жетпей тұр ғой. Неге 2, 3, 4 болу керек? Мен ол статистиканы білмеймін, ең бірінші. Зерттеуім керек еді негізінде. Көпшілік деп айтады, бір қанша процент деген білмеймін, шынымды айтайын. Мен ол статистика маған қажет жоқ, менің ұстанымымда. Бұл жай ғана слабый еркектер азаяды ғой бұл кезде. Бос жүрмейтін болады еркек адам. Бұл жерде прям бұл оған байланысты емес менің ұстанымымда. Қыздар бос жүр, одан кейін мынау еркектердің басына 2 қыздан келеді, 3 қыздан келеді, сол үшін алу керек деп мен неше рет айтпаймын. Бұл жерде еркектердің мықтылығын арттыру үшін ғана бұл. Жаңағы табиғи іріктеу деп айтсақ болады, біріншісі, екіншісі мысалға доступный әйел көп қазіргі заманда, өтірік айтуға болмайды негізі шынымен. Бірақ ол доступный әйел қайдан болды дегенде, опять же ол сұранысқа байланысты доступный әйелдер бар. Соның кесірінен енді мысалға күйеуден ажырап қалған, немесе жас келіп жатқан қыз келіншектерді мықты жігіттер 2, 3, 4-тен алып тастайтын болса, мына жақтағы сәл кейінге қалдырып жүрген, жалқаулық жасап жүрген, жауапкершіліктен бас тартып жүрген еркектер өзінің бір әйелінен артылмайтын болады, айырылмайтын болады да. Содан кейін семьялар сақталып қалады, балалар, ұлдар, қыздар мейлінше өзінің әкесінің қолында қалады. Мен ұстанымым сол ғана. Қоғамға пайдасы сол, ажырасу аз болады дейсіз. Ажырасу аз болады, зинақорлық азаяды. Әлемде емес, қазақ елінде ғой, енді бірінші қазақ. Осы Қазақстанда айту керек, тұрып жатқан елімізде айту керек. Ал 2 әйел алдыңыз, 3 әйел алдыңыз, және 4 әйел болсын. Бізде ондай заң жоқ, иә? Бізде неке мемлекеттік неке бір-ақ рет қиылады, екінші рет қосылатын болсаңыз, сіз айырылысып, екінші рет алу керексіз. Тегін беру. Ең бірінші заң ол жаңа Құдайдың, одан кейін ата бабамыздың заңы. Ал енді осылай жасаған адамдарды ешкім соттап жатқан жоқ қазір. Иә, не запрещено. Не запрещено. Ондай рұқсат етілмеген. Наоборот, запрет қою керек, сол кезде көп адам осылай істейтін еді негізі. Өйткені адамдар жаңа запрет қойған нәрсеге құмар болады ғой негізі. Осы жерін түртіп қою керек еді, наоборот көбірек жасайды ма. Жоқ, негізі пока мүмкіншілік бар кезде жасай берсін, ертең көбейгеннен кейін ол заңға енгізіліп кетеді ғой. Проблема емес ол. Андай сөз бар да, бізде қазақта, иә, қазақ байыса қатын алады дейді. Бұл получается тек қана байлардың, яғни қалталы кісілердің. Мақал толық айтылмай қалды бұл жерде. Мақал негізінде қазақ байыса қатын алады, байғысы келсе де қатын алады дейді. Негізі мақал кейін қысқартып жүрген ғой. Қазақ байғысы келсе де қатын алған. Мәселе қалтаға келіп тірелетіне келісесіз, иә? Жоқ, тірелмейді, мен ол келіспеймін. Мүмкіндігі бар ер азамат 2 отбасын, 2 келіншекті, оның әрқайсысынан туылған 10 шақты баланы өзіңіз мысалы 2 отбасыңыз бар, 2 әйелден 10 балаңыз бар. Солардың бәрін асырауға мүмкіндігі бар адам ғана бұндай қадамға барады. Енді осы жерде не үшін айтады қазір қазақ әйел мен еркек тең дейді да, сөйтіп келеді да, бірден осы кезде 2-3 әйел айтатын кезде асырау керек деп еркектің мойнына іліп қояды. Не үшін асырайтын ешкім емес, даже мен өліп қалсам да 2 бала, 2 әйелден туған балдарым олар өмірін сүре береді, даже лучше өмір сүруі мүмкін. Сондай бай әкелердің кесірінен слабый балдар пайда болады негізінде. Бай әкелер негізі мықты жағдай жасап беріп жатырмыз деп ойлайды ғой. Немесе соның немересі бәрі слабый болып қалады. Сол үшін негізі мен ұстанымда адам ақша тапты ма тек қана өзіне, өзінің арманына жарату керек. Бала-шағаға қалдырамын, бала-шағаға үй алып беремін, бала-шағаға машина алып беремін деген вообще ұстаным жоқ. Мен өзім ақшам өзіме жаратамын мен. 10 бала, ата-ананың міндеті балалы болғаннан кейін әр баланы жеткізу. 18 жасқа дейін как минимум өзі оқуына түсіп арға кеткен. 18 жасқа дейін, 18 жасқа дейінгі баланы оқытудың өзі, киіндірудің өзі, жүріп тұрғанның өзі біраз қаражатқа тұратын. Вот именно әйелге не выгода деймін да, мен выгода наоборот жұмыс істеуге, дамуға свобода ғой, свобода пайда болады ғой. 2 әйел болған кезде. Обычно бізде не істейді? Бір әйелді алады да, байлап отырғызып қояды, соны давай сен бала ту, менің әке-шешеме қара деп отырғызып қояды. Сөйтеді де бір сапарға кетеді, ана жаққа кетеді, мына жаққа кетеді, сөйтіп не істейді? Бұзылады, әйел керек болады, любовница пайда болады. А соның орнына 2-3 әйел алатын болса, сол проблема наоборот шешілмей ма? Бір әйел жұмыс істейтін болады, бір әйел үйде отырады, немесе кезек-кезек жасасын. Анау туып жатқан кезде бір әйелің, ол бала-шағамен үйде шешенің қасында отырады, қасында бір әйел жүреді. Одан кейін ананың да туатын уақыты келеді ғой, бала туатын уақыты келген кезде ана әйел қалма кезде қой бәрін уақытысымен, просто соны сабыр сақтау керек. Енді бұл жерде наоборот айтады, әйелді байлап қояды дейді. Жоқ, бұл жерде әйелге қайда еркіндік береді. Мысалға қазіргі заманда айтады, успешному мужчине нужна женщина, которая имеет в гостях королевы, в кухне там домохозяйка,
постели там еще добавь, бізде қазақта бала туатын әйел тағы керек, сонда 4 әйел болып тұр да. Получается, бір әйел 4 рөлді орындау керек. Сол 4 рөлді орындаған жүрген әйелді өмір сүруге, өзінің арманын орындауға уақыт болмай қалады. Ал бұл жерде айтып отырмын ғой, өзі табиғат бойынша, табиғаттың жаратылысы бойынша сіз де білесіз, сонда әйелдер достарыңыз бар шығар. Бір әйел бала туғанды жақсы көреді, ол еш нәрсе қызық емес. Бір әйел бар, иә, жұмыс істегісі келеді, мысалы әлемді аралағысы келеді, бір танылғысы келеді, сондай бір әйелдер бар, иә. Бір әртүрлі әйел бар мысалы. Бұл жерде наоборот просто дұрыс емес түсінік қалыптасқан, душ етіп қояды деп. Ондай емес, наоборот әйелге еркіндік береді ғой. Сіздің екі келіншегіңіз жұмыс істейді ма? Жұмыс істейтін уақытта жұмыс істейді, істемейтін уақытта істемейді. Жоқ, жарайды, істеген кезі болды ма? Сіздер отбасылар болғаннан бері? Болды. Өздері таңдау бойынша жұмыс істейді? Таңдау бойынша, вот именно таңдау бойынша жұмыс істей алады. Бұл жерде мысалға менің бір әйелім просто ештеңе істемей ақ қойшы, мен өзімнің денсаулығымды жақсартайын, әдемі болайын, маған өзім спортпен айналысқаннан кейін тоже фитнеспен айналысатын қыз келіншектерге қарап қоясың ғой, сол кезде давай мен болып берейін осындай дейді да. Давай болып бер, болды. Фитнеске уақытысы бар, жеке өзімен айналысуға уақытысы бар. Азынан кішкене мен аңдып отырудың қажеті жоқ мысалы. Әркімнің өзінің еркін уақытысы бар да. Кім болғысы келеді, сол болады бұл жерде. Жарайды, қараңыз, өмір сондай, өмірдің аяғы өліммен бітеді. Сіз қазір табыс тауып тұрсыз, оларға мүмкіншілік беріп тұрсыз, фитнеспен айналысуға, үйде отыруға, қалаған істеуге. Сіз жоқ болдыңыз, өмірден кетіп қалып өтіп кеттіңіз. Екі келіншегіңіз айналысатын ісі жоқ. Әрқайсысынан бас-басына 5 баладан, түсінгенім бойынша. 5 баладан, ол балалар әлі есейген жоқ, аяқтап тұрған жоқ. Не істеу керек? Жоқ, бір әйел алған адамдар өлмей ме сонда? Олар не істейді? Бір еркектің 7 баласы бар, әйелі бар, өліп қалды. Әкесі өткенде бір кісінің 5 баласы бар, отбасы бар еді да, әкесі де шешесі де өліп қалды. Олар не істейді енді? Жоқ, мен ойлаймын да, мысалға сіздің сіз жауап беріңізші, не істейді енді олар? Не істейді, өмір сүреді ары қарай. Сол сияқты ғой, олар да өмір сүреді ертең. Просто мен басқаша мағынада айтып басқашаға бұрмаңыз, как есі айтыңыз. Жоқ, басқа мағынасында қарап жатырмын да. Қазір әйел сіздің примеріңізде, сіздің келіншектеріңіз үйде отырып табыс таппайды, сізге сеніп отыр. Жоқ, ондай емес. Қазір осыған да сұрақ қойдыңыз, жұмыс істей ма, істей алады, екеуі де. Істейтін кезінде дедіңіз, иә? Дұрыс қой, енді мысалы бала туып жатқанда қалай істейді? Екеуі де бала туып жатыр, қалай істейді? Ертең бала біреуін мысалға дүкен ашқысы келеді, киім сатқысы келеді, әйел, иә, ашады, сатады. Спонсор боламын мен, табысы өзінде. Біреу жаңа фитонешка болғысы келеді, мысалға, полный өзінің идеальный. Басқа ешнәрсе керек емес, маған жұмыс та істегім келмейді. Просто әдемі болғым келеді дейді. Давай әдемі бол деп жатырмын. Енді да, мысалға, бірақ енді өмір ғой ертең ол, даже 5 баласы бар адам, бірақ әйелі бар адамда өлсе не істейді адам? Ол да өмірін сүреді, может, кім біледі, басқа күйеуге тиетін шығар. Енді оны да жоққа шығармайсың ғой, өліп қалған екен, ол маңызды емес қой енді. Бір отбасында, бір ер азаматы бар отбасында, бір ер азаматы бар, бір әйелі бар отбасында, бір әйелге, бір отбасыға ғана жауапкершілік та. Сіздікінде мысалға болашақта сіз 3-еуі де аламын, 4-еуі де аламын дейсіз да. 4 әйелге, одан тараған бәленбай ұрпаққа жауапкершілік та, бәрі бүйтіп қалады да. Мысалы сіздің екінші келіншегіңіз қазір ештеңемен айналыспайды. Сіз бір күн жоқ болған кезде өз-өзімен не істейді? Балаларын ары қарай қалай асырайды? Немен айналысатын болады? Қорықпайсыз ба жауапкершілік үшін өзіңізден кейін қалған жауапкершілік үшін? Жоқ, қорқатын болсаң вообще өмір сүрмеу керек қой негізінде. Айтады, орысша айтады, мечтай, как будто живешь вечно дейді. Живи, как будто живешь, это как последний день дейді. Мәңгі өмір сүретін сияқты арманда, ертең немесе бүгін өлетін болса өмір сүр дейді. Мен ұстаным да сол. Одан кейін имандылықты алып келіп қойды, сөйтсең имандылықты біреу айтады. Имандылық не десең, намаз оқу, Құдайға сүйену, бір нәрсе деп көп нәрсені бір ақ ауыз сөз. Иман деген күні ертең өлуің мүмкін деген нәрсені біліп жүрсең болды, менің түсінігімде. Сол сияқты ол мен өлгеннен кейін не болады деп ойлау менің түсінігімде ақымақтық. Ары қарай өмірін сүреді, өзінің несібесі бар, әркімнің өзінің өмірі бар, әркімнің өзінің санасы бар. Егер де ол адамдар бақытқа, жақсы өмірге лайықты болатын болса, бәлкім жақсы адам кездесетін шығар, бағыт бағдар береді. Оны міндетті түрде күйеу емес, немесе балаларын, ұлдарын біреу прям 15 жасынан немесе 20 жасынан бастап мықты болып шығатын шығар, қыздарын біреу солай болып шығатын шығар. Оны уақыт көрсетеді, оны алдын ала мынандай болады деп айтып қою қиын ғой. Бұл жерде жаңа айтайын деген жауапкершілікті бәрі арттырады да осы. Еркек деген негізі жалпы айтсаң ренжиді адамдар. Еркек деген ешекке ұқсас келеді негізінде. Жүгі жеңіл болған сайын жатаған болады еркек. Оған жаңа күш беретін, мотивация беретін әйел ғой, негізі бала-шаға әйел. Әйелі көп, бала-шағасы көп болған сайын ол күшті болады негізі, мотивация мықты болады. Мотивацияңыз аз болып жүрміз. Маған ба? Сәл азайып жатыр. Сәл азайып. Жарайды, әйелдер жағына келейік та. Негізі вообще осы тақырып қозғаған кезде көбінесе еркектер бір-бірінің арасында или болмаса негізі еркектің арасында болады да бұл тақырыпта. Әйелдің вариантын тыңдамайды да. Вообще сіздің келіншегіңіз, бірінші келіншегіңіз қалай сізге келісім берді екінші әйел алуға? Ол кім, немен айналысады, жасы нешеде қазір? Өйткені мен білемін да өз басым, мен мысалы оңайшылықпен көне қоймасын, маған конкретно аргументтеріңіз беріңіз. Әйел адам жалпы өмірде жаратылысы солай, келте ойлайды. Негізі солай да, өзі барлық жерде солай жазылады, келте ойлайды әйел адам. Мен өзіме сенімді болдым, бәрі жақсы болатын, одан кейін тәуекел қылдым, жаңағы ұстаным, бәріміз өлуіміз мүмкін, бүгін немесе ертең немесе 100 жылдан кейін түбі бәрі өліммен бітеді ғой. Сол үшін ештеңеден қорыққан жоқпын. Әйелім прям шапалақ ұрып қарсы алып көнген жоқ. Жылады да, ренжіді де, бірақ мен сендірдім ертең жақсы болатынына. Сен не үшін жамандап айтасың? Да, осылай өмір сүріп көрейік те біз. 5 жыл көрейік, 10 жыл көрейік. Одан кейін барып айтасың жақсы жаман екен дедім. Как раз қазір 10 жылдан асты ғой енді, сонда енді жақсы екен айтып жүр ғой. Дұрыс екен. Дұрыс айтыпсың деп та. Просто еркек деген сол мықтылығы сол ғой, көрсету керек та. Олар солай өмір сүріп көрмегеннен кейін білмейді қалай екенін. Өмір сүріп көрмеген адам жаман жақсы деп айтпау керек. Әйелдердің бәрі айтатын сол ғой, олар өмір сүріп көрмеген, бірақ соны жаман деп айтады да. Енді бірінші әйелден екінші әйелге көндіруде ключевой сөзіңіз қандай болды? Иә, негізгі. Енді мүмкін сол сөзді пайдаланып қазір жастар екінші әйел алып қалуы мүмкін шығар. Бір сөзбен көнбейді ғой. Қандай амалмен көндіре алдыңыз? Просто істеймін, мен алам дедім да алдым, болды, басқа ештеңе. Тыңдамадыңыз ба? Тыңдамадым. Мен алмайсың деген, аласың деген әңгіме маған маңызды болған жоқ. Алу керек дедім да, мен әйел аламын дедім, алу керек дедім да, алдым. Одан кейін теңдік деп айтады көп жағдайда, тең болу керек әйел алды деп. Қалай теңдік деген мынандай нәрсе бар да әйелдердің арасында. Вот соны еркектер жіберіп алмау керек. Жас алсын, кәрі алсын, разница жоқ мысалға. Бір әйелмен 10 жыл өмір сүрдің, иә? Ертең бір әйелмен өмір сүріп жатқанына 1 жыл болды.
Вот сол жерде қандай теңдік болатынын көп еркек білмейді негізінде. Мына екі әйелі бар адам тең тұру керек дейді да, 10 жыл тұрған әйелмен кеше ғана үйленген әйелінің арасын мысалы теңеп қояды. Мысалы қасында болуды, қону мысалы да. Осы жеріңізде теңдік жоқ қой уже. Сен 10 жыл тұрған әйелдің қасында 1 күн қондың, 2 күн қондың, кеше ғана үйленген әйелдің қасында 2 күн қондың деген нәрсе жоқ та. Ол да сол қиыншылықтарды танып білуің керек, ол сені баурап алу керек, сөзімен, махаббатымен, жылуымен, күтімімен. Тағы да тура сол сияқты 10 жыл болмаса да 4 жыл, 4-5 жыл кетеді мысалға да. Сол кезде барып үлкен әйелдің дәрежесіне жетеді да кіші әйел. Бізде 10 жыл өмір сүрген әйелін жайлап шетке сырып қояды да, екінші әйелді алады да, енді жастығына ма или басқасына ма сол типа теңдік қылып, наоборот кіші әйелдің қасына көп кетіп қалады да. Конечно, содан кейін үлкен әйелде обида пайда болады. Бірінші әйеліңізден екінші әйеліңіздің айырмашылығы қандай? Айырмашылығы жоқ, бәрі бірдей әйелде. Тура сондай қыз іздедіңіз ба бірінші? Жоқ, вообще мен мынандай қыз деген жоқпын. Әйел алу керек дедім, алдым. Кейіннен өмір сүріп көрсем әйелдердің бәрі бірдей. Әйел деп қарайтын болсаң бірдей да, ал оның енді мысалға қылығы, біреудің бір жерін жаман болса, екіншісінің сол жері жақсы, ана жақта. Ананың мына жері жаман ба, мына жері жақсы да. Просто сонда бір-бірінде қарама-қарсы, наоборот, ол бір қарасаң бірдей, бір қарасаң бірдей емес. Өзің қарағаныңа байланысты да, қандай көзқараспен қарайсың. Қараңыз, сіз мемлекеттік неке қиып, бірінші әйеліңізбен жаңағы свидетельство о браке бар, неке қию туралы куәлігіңіз, екінші әйелмен ол жоқ наверняка, өйткені мүмкін емес қой, бізде заң бойынша ондай мүмкін емес. Ертең күні сіздің балдарыңыз, 10 балаңыз бар, уақытыңыз зымырап өтеді, есейіп, тұрмыс құрады, қыздарыңыз, ұлдарыңыз үйленеді. Сонда екінші әйеліңіздің қызын мысалы ұзатып жатқан кезіңізде сіздің болашақ құдаларыңыз айтады да, тоқалдың балалары деп кемсітеді сөйтіп деп қорықпайсыз ба? Енді сондай құдалар бұйырса амал жоқ, естімегенсіп қоя саламыз, бірақ мені сыйлаған құдалар адамдар олай айтпау керек, мені сыйлайтын адамдар кездеседі деп сенемін мен уақыт келе. Ал ондай емес болса уақыт көрсетеді ғой оны. Ешкім олай айтпау керек, ешқандай кепілдік бермейді. Адамдар мысалға да өзін жоғары санап қояды, әйелі болсын, еркегі болсын, мысалға тәкаппарлыққа әкеліп қойып қояды да. Ешкімнің ешқандай кепілдігі жоқ. Бәлкім олар да сондай отбасы кездесетін шығар, маған ол неге жоқ көзқарастар. Олар да осы ұстанымды ұстанған адамдар болатын шығар. Немесе вообще күйеуі жоқ біреу шығар. Мысалға менің келінімнің мысалға күйеуі жоқ, жалғызбасты. Мына тоқалдан туылған десе, мына жесірдің баласы деп мен тұрам ба, сонда кемшілігін бетке басып, зачем оны айтудың қажеті жоқ. Барлық адамда кемшілік бар. Идеальный отбасынан келін аламын немесе баламды, қызымды беремін деп тұрған жоқ. Оны да міндетті түрде егер де керек болса тауып береміз. Бәрі оның кемшілігі болады. Жалпы сол түсінікке не істемесе, жауапкершілік сіздің мойныңызда емес деп сонайсыз ба? Ертең мысалға сіздің жарайды бәрі жақсы келістіңіз, прямо той болып жатыр, и сондай сөз шығады да, сіздің қызыңыз айтады, сен менің өміріме балта шаптың, осындай сенің жүргеніңмен сізге айтады да. Олар қайтып айтады, олар басқалар сияқты жаңадан көріп отқан жоқ. Мен үлкен әйелмен кіші әйелдің балдары апалы сіңілі, ағалы інілі болып кішкентайынан бірге өсіп келе жатыр. Олар олай айта алмайды, өйткені бір-бірін жақсы көреді. Кішкентайынан бастап бірге өсті. Анандай сұрақ та ондай болса, жалпы бала тәрбиесіне сіз қалай қаншалықты араласасыз? Бізде мынандай ғой қазақта, отбасында бала пайда болды, әйелдің жауапкершілігі тәрбиелеу, еркектің жауапкершілігі асырау деп қоямыз да, бөліп тастаймыз да балаша. Әкенің конкретный тәрбиесі өте аз кездеседі біздің қоғамда, баласымен бірге осындай тақырыптарда сөйледі, мынандай өміріне оны араласты дегендей. 10 баланы қалай үлгеріп жатсыз бәріне? Тәрбиесіне қалай? Баланы тәрбиелеудің қажеті жоқ. Вообще қажеті жоқ баланы тәрбиелеудің. Әке шешесі жоқ балалар да өмір сүріп жатыр, кереметтей болып өсіп жатыр. Әкесі де шешесі де жоқ. Прям идеально, мысалы, керемет, мощный жігіттер бар, мощный қыздар бар. Әке де жоқ, шеше де жоқ. Детдомнан шыққан. Оны кім тәрбиеледі? Ол бірінші жаңа қанынан, санасынан, ортасынан байланысты ол ертеңгі тәрбиеленеді. Бірақ біз бір ғана нәрсе көмектесе аламыз балаға, өзіміз жақсы болып қана. Қарап отырады, сыртынан көреді, бойына сіңеді. Оказывается, осындай әке деген осындай болу керек, шеше деген осындай болу керек екен деп. Бұл жерде жаңа вот именно мен жақсы идеальный нәрсені көрсетіп жатырмын ғой еркектің әйелдің арасында. Наоборот, мен мысалға бір әйелдің қасынан кеткенде, бір айналып келемін дегенше 2 күн уақыт кетеді. Я таңертең кеттім, кеш болды, басқа әйелдің қасында болдым, бала-шағамның қасында болдым. Келесі уақытқа 2 сутка кетеді. 2 сутка мені көрмеген әйел мені сағынып тұрады, және мен де сағынып тұрамын. Оның ешқандай минусын көрмейсің да, тек қана тағы 2 күн көрмейтін болғаннан кейін минусын көрмей, сол сағынышпен жолығып, сағынышпен шығарып салады. Надоедет жоқ бізде, жалығу деген нәрсе жоқ. Енді соның бәрін көріп отқан қыз да бала да ертең көреді ғой, әке мен шешенің арасында. Енді ол көріп отыр, қалай өмір сүрсе де, шешесі әкесінің құрметтегенін көріп отыр да, сағынышпен қарсы алып, қимастықпен шығарып салып тұрғанын көріп тұр да, әке қыз. Ертең соны істейді, ол көргенін істейді ол. Қазақта көп қой сөздер мысалға, бала айтқанын емес, көргенін істейді. Құранда не жазылды? Табиғат қалай? Сол дұрыс. Табиғаты қалай? Табиғатқа келетін болсақ, солай дұрыс болады. Жаратылыс солай. Сіздің отбасыңызда мұсылманшылықпен жүресіздер ме? Қазақшылықпен жүреміз. Құдайды таныған қазақшылықпен жүреміз. Құдайды таныған қазақшылықпен. Мен айтамын, сұхбаттарда айтамын, әр жерде айтып жүремін, қазаққа арабтың діні емес, қазақтың дінінде жетеді деп. Құдайды таны, намазыңды оқы, болды, басқа ештеңе керек жоқ. Ертең өлетініңді біл. Дінде айтады да, жаңағы ер азаматтың, вообще жалпы адамға деген құмарлығы нәпсі деп аталады, иә? Нәпсінің түрлері бар, соның ішінде біреусі жаңағы құмар, өзіңе запрещенный, сен некедегі адамсың, запрещенный сізге келесі адам зина жасайтын, сол нәпсінің түрі. Сіз ойламайсыз ба, сіздің осы қазір өмірлік ұстанымыңыз, енді ұстанымыңыз ғой, иә? Нәпсіге байланысты деп, сіз сонда нәпсіңізді жеңе алмай жатқан мұсылманшылықтың бір основной пунктін бұзып жатқан адам деп санамайсыз ба өзіңізді? Мен былай айтамын ғой бұл жерде. Просто еркектерді, қазір 100 еркекті алып 100 еркектен де сұрасақ, табиғатын не қалайды дейміз да? 2 әйел мен өмір сүреді ме, бір әйелмен өмір сүреді ме десең, 2 әйелді табиғаты, жауапкершілігі, сезімі емес, табиғаты, потребность. Жалпы қанша әйелмен өмір сүргің келеді десе, 2 әйелдей. Кез келгенде ағамыз болсын, жездеміз болсын, қайнатамыз, қайнағамыз, қайнымыз, любой еркек, енді еркектердің арасында әңгіме ғой. Бір әйелден артылып, екінші әйелді армандап тұрады, жалпы.
қалжың болып айтып отыр ғой, екі әйел тоқалғанды елдің бәрі айтып жүр ғой. Сонда мен айтамын, әйелдеріме де осындай сұрақ қойғандарға да айтамын, менің разницам не? Бүкіл еркек екі әйел алсам, екі әйелмен өмір сүрсем, екі әйелмен деп армандап өтеді, мен сол арманымды орындаған адаммын ғой. Получается, елдің бәрі солай армандап, елге қарап, жан-жағына қарап, одан кейін бұзылатыны бұзылып, жаңағы зинасын жасап, айында болсын, жылында болсын жасап өтеді. Ал менікі наоборот, нормально, қайда, как положено ғой менікі. Оның несі нәпсі, табиғаттың жаратылысы ғой, табиғат солай жаратты. Енді мен айтып отырмын ғой, дінге кеткім келмейді, дінге кеткеннен кейін ол енді қиын сұрақ, бір жерден болса бір жерден қателесесің, ол жазылған құран бойынша, сүре бойынша, аят бойынша сөйлеу керек, сол үшін мен дінге кеткім келмейді. Табиғат деп айтайыншы, табиғат қалай жаратты? Еркек пен ұрғашыны, бір еркек ұрғашы. Жалпы да осы идеяның көп әйел алу деген идеяның бірақ жағы да сонда получается ердің еркілігін әйелдің қолдау арқылы арттыру. Жарайды, бұл нәпсі емес, нәпсі болсын, мәселе ода емес, мәселе именно екінші, үшінші бірнеше әйел болуында ма, жоқ әлде все-таки екінші жағы бар ма? Өйткені біз алдын түрісінде айтыңыз, мен Қазақстанның демографиясын көтергім келеді дедіңіз, көп балалы болсын деп ше. Сол жағынан керек екен. Екеуісі параллельно жүрген мақсат па? Жоқ, параллельно, дұрыс, параллельно, ол да бар. Негізгі мақсат ол кейін туындайды да, бала кезде 16 жаста қазір көргеннің бәрін білмеймін ғой, мен ештеңе білмеймін, ел туралы шығаруым жоқ ол кезде да. Қазір туындап жатқан проблема да білмеймін, мен ол кезде балам ғой. Бірінші ой қайдан келді деген кездегі жауап бердім да мен. Сол-ақ болды. Біріншісі сол болды. Екіншісі, үйленгеннен кейін екінші әйел керек екенін түсіндім мен. Үйленгеннен кейін түсіндім. 5 жыл, 6 жыл өмір сүріп болғаннан кейін түсіндім ғой. Тағы екінші әйел керек екенін. Неге? Қарайсың, жан-жағыңа қарайсың, жұмыс істейміз, ақша тауып жатырмыз, елдің бәрі кетіп жатыр, налево кетіп жатыр. Бір әйелің біреуін туды, екіншісін туды, үшіншісін туайын деп жатыр. Қарап тұрсаң, уже елдің бәрі кетіп жатыр да, қасындағы жүрген адамдардың бәрі почти кетіп жатыр. Сонымен сен де кетесің ғой бір күні. Жаңағы ғой, елдің бәрі жалаңаш жүрсе, сен де жалаңаш жүресің. Зинақорлыққа, зинаға кетіп жатыр да, жан-жақтан. Қыздармен кездесіп жатыр, былай өзіміз де уже кете бастадық. Рас айтамын, былай бүйтіп кете бастадым енді. Сөйлесе, жай неден басталады, жаңағы сөйлесіп көремін. Ешнәрсе алмайды, шай ішеміз, по делу ғой, анау мынау содан енді оны дінді ескертіп қойған. Бір әйел мен бір еркек жеке қалмасын деген ғой. Уже по-любому нәпсі оянады. Сөйтіп қарасаң кетіп бара жатыр. Демек бұл жолдан тыйылу керек. Тыйылу үшін не керек? Екінші әйел керек деп сол кезде керек екенін түсіндім. Балалар жағында айтпады, көп бала саны көп болу керек дедіңіз да? Вообще жалпы бір бала асырауға, былай мысалға сіздің отбасылық бюджетіңізде сіз бөлесіз, иә? Мысалға осындай ақшаны мынаған жаратамын, мынандай ақшаны мен там жұмысымды ары қарай арттыруға, жалпы немен айналысасыз сіз? Сол сұрақты ашып ақша келіп жатыр да айтып, қайдан келіп жатыр дейді. Жоқ, негізгі бір кәсібіңіз асылы. Мен грузоперевозкамен айналысамын, мен самосвалдарым бар. Жалпы өзім ең басты екінші әйел деватқан кезде КамАЗ айдайтын тұғым. КамАЗ айдап жүргенмін, қалада үйім жоқ. Бірінші әйеліме квартира снимать етіп тұрамыз. Сөйтіп жүріп, екінші әйел табдым ғой. Оны да квартира снимать еткізіп отырғызып қойдым. Ол екінші әйел жұмыс істеп жатты, жұмысын істеп жалғастыра берді. Өзімен өзі жай ғана квартирасын ғана төлеп тұрдым мен продуктымен, басқа уақытта өзін өзі қамтамасыз етіп отырды. Мен оны жұмыстан шығарып алған жоқпын. Болды, ары қарай өсе бердік, дами бердік, наоборот. Сөйттім де екінші әйел алғаннан кейін байыдым ғой мен. Жаңағы техникаларым көбейді, біреу болды, екеу, үшеу, төртеу, бесеу болды, 10 шақты болды да. Соңғы кезде қарасам сәл тоқтап қалды. Содан кейін баю керек деп. Мен қай кезде байдым дегенде екінші әйел алған кезде байдым дедім да. Сөйтіп тағы да үйленейін деп, тағы да әйел алайын деп жүрген себебі сол да бар. Негізі баю үшін. Жалпы Инстаграмда сізде 74 мың оқырман қайдан пайда болды? 74 мың оқырман. Ең бірінші мен негізі анау үйрену керек қой енді бұл Инстаграмға да келу. Қанша жыл өнерді бітіріп келе алмай жүрген адамдар да бар да, интернетке сұхбатқа үйрену керек болды. Мен бұған 36 жасымда келдім мен Инстаграмға, 36-37 жасында. Оңай болған жоқ, сол үшін жай ғана автолюбитель. Мен өзім жаңағы хоббиім бар, темір терсек машиналар. Соны салып жүрдім мен. Сөйтіп аудитория автолюбительдер, жас балдар сондай еді. Кейіннен әйел тақырыбымен шықтым, жылқышыбайдың сұхбатына. Содан кейін басқа да адамдар тыңдай бастады. Жалғыз ол емес, содан кейін көп қос қоғамдық өзіміздің өңірде, Қазақстанда қай жерде бір проблема туындаса, қолдан келгенше сол жерден табылып, қолымнан келгенше жақсылық жасап, көмектесіп сөйтіп жүргеннен кейін танып жатыр ел. Сондай оқырмандар бар. Сіздің 74 мың оқырмандарыңыз орталап айтсақ, қазақи аудитория, қазақтың жігіттері мен жарайды қыздар да бар шығар, енді арасында білмеймін. Қыздар көп менде. Қыз-келіншектер көп. Енді сіздің осы сол қыз-келіншектер пропагандаңызды, үгітіңізді, иә, естіген жас жігіт, жаңадан үйленген мысалға, сәл дұрыс емес түсіну керек мүмкін да. Сіз онымен жеке бүйтіп сөйлесіп өзіңіздің ойыңызды түсіндіріп жатқан жоқсыз, қандай жолмен жүрдің, қалай келдің, мұсылманшылығы кемірек шығар дегендей да. Ол дұрыс емес, осы үгітті түсініп, басқаша қате кетіп қалады деген жауапкершілік үшін қорықпайсыз ба? Мен жалпы бір сұрағым да, жауапкершілік үшін қорықпайсыз ба? Отбасыға да қатысты, қоғамға да қатысты. Қорықпаймын. Мен өзім ниетім жақсы, ар шетін Құдай реттейді деймін де жүре беремін. Ниеттен деп. Жарайды, жаңағы балалар туралы сұраққа қайтадан келейік та. 10 балаңыз бар бүгіндікке. Че-то онша қатты байымай жатырмын, тағы да байығым келеді дейсіз да. Үшінші әйел аламын деп тұрсыз да. Осы этапта үшінші әйелге көшетін 10 баланы асырауға сіз қанша ақша жаратасыз? Сіздің бюджетіңіз асырайды деп айта бересің, асырайтын бала деген бала емес қой. Малды асырайды. Баланы тәрбиелейді, баланы туғызады, бағдар береді. Бала деген нәрсені асырайды, малды асырайсың. Жоқ, оның тамағы бар, оқуы бар, киімі бар. Айтып отырмын мен өліп қалсам да олар өмір сүреді. Мен қазір бүгін өлсем олар ертең аштан өлмейді ғой бәрі. Жоқ, сумма бар, осындай сумма мен балаларға жаратамын деген. Жоқ, ондай сумма жоқ. Қаражат мәселесі жоқ. Сумма жоқ. Мен 15 жасар балама енші беріп жүргенмін. 15 жасында еншісін беріп жүрмін. Білмеймін не істесең осыда мен саған ештеңе бермеймін деймін. Одан кейін балдарыма әсіресе айтамын, мен осы тапқандардың бәрін ешқайсысы сендердікі емес деймін ғой. Әкенің малы балаға мал болмайды, өздерінің табасына. Мен 28 жасында менде ештеңе жоқ тұғын. Менде ештеңе жоқ тұғын. Бір КамАЗым бар еді, оны еншіме берген. Сонымен жұмыс істедік қой. Сол енді маған обидно да, еркек баланың маған обидно болар еді. Негізі білмеймін мен. Ол маған әкем, маған бір үй,
болмаса бір екі үй бір машина тастап кетсе маған біріншіден вообще неприятно, екіншіден минус тағып кетемін мен негізінде. Маған вообще неприятно ол. Әкем немесе ағам үйімді машинамды дайындап беру деген маған вообще қызық емес ол. Менің өзімде қызық емес болар. Сол үшін менің балама да сондай болмасын, ертең оған слабый болып қалмасын деп жатырмын да. Біз балаға бір нәрсе алып беріп жатқанда біз баланы рахаттандырып жатырмыз, баланы күшті қылып жатырмыз деп ойлаймыз. Ондай емес. Ол біздің өзіміздің нәпсімізді қанағаттандырып жатырмыз. Біз оған машина әперген кезде, телефон әперген кезде, ой пап, ты такой лучший, ты такой красивый, ты такой мощный деп айтады ғой, иә. Ал ол балаға пайдалы емес ол. Ол өзің сол сөзді есту үшін істеп жатыр да, қызың, балаң. Мысалы, ой, мен папам машина әперді десе, сол сен мен балама машина әпердім деп мақтан үшін істейді да. Бала өзі табу керек негізінде, өзі. Не тапса да, бар болса да, жоқ болса да өзі тапса, сол кезде мықты еркек болып шығады ол. Жалпы мынандай да, көп балалы болу не үшін керек қазір біздің қоғамға деймін да. Кезінде ерте заманда иә, сондай бізде болған идея көп балалы болу керек деген. Себебі не үшін керек емес? Не үшін керек емес? Өйткені менің ойымша, мен қалада тұрамын, менің ойымша бір баланы асырауға деген идеяға мен все-таки сенемін. Мүмкін мен өзімнің эгомды қанағаттандыру үшін істейтін шығармын оны, иә. Бірақ мен білемін, что мен балама оның оқуы 60 мың теңге тұрады, оның киінгені 100 мың теңге тұрады. Сіз болсаңыз балаңыз сіз тірі болғаннан да күшті болуы мүмкін ғой негізінде. Оны да жоққа шығармаңызшы. Шығармаймын, бірақ солай да. Оны біз конкретно айта алмаймыз. Мен тірі болсам, менің арқамда десе, онда сіздің егаңыз өзіңіз айтпақшы ол. Бала деген вообще ол өзі ғой, өзі. Каждый біздің мынауымыз бірде-бір ешкімге шешесінің немесе қыздар шешесінің отпечаткасымен туылмады. Балдар әкесінің отпечаткасымен туылмады. Ол жеке адам, индивидуальный, жеке ол вообще ешкімге ұқсамау керек негізінде да. Расход бар ма негізі? Расход неғып жоқ бар ма? Сол расход сұрап отыр, қанша бірінші әйел қарағанда екінші әйел қайсысы көп жаратады? Бүйтіп сұрақ қойған жоқ қой, сен қойып ғой. Жоқ, негізі жалпы бір балаға осынша мен идея мынандай да, мен все-таки анау неде тұрмын да, өзіне бірнеше әйел алуға, бұл жерде менің позициям андай емес, мен қарсымын, жақпын деген емес позициям. Бірақ түсінгім келеді да, жарайды, соңында мойындарымыз түсінгім келеді да. Все-таки мен ойлаймын, что көп әйелді болу, көп балалы болу тоже қалталы азаматтың іс-әрекеті. То есть мысалы сіздің 74 мың оқырманның ішінде наверняка 74 мыңы мүмкіншілігі жеткілікті, қаражат жағынан да мүмкіншілігі жеткілікті. Негізі мынандай бар, екі әйел алу үшін қайта 2-3 әйелмен өмір сүру үшін ақшаң аз болған жақсы негізі. Неге? Рахат қой вообще. Ақша көп болған кезде қиындық туындайды. Теңдік жоғалтып аласың. Мысалға бір әйелің бриллиант жақсы көруі мүмкін, оған қымбат нәрсе жақсы көреді, қымбат болса болады да. Бір әйелің күміс жақсы көреді. Ал қайтып осы жерде теңдік ұстайсың. Ақшаң жоқ болса жоқ, ақша жоқ айналайын, екеуіңді күміс тағыңдар дейсің да. Жоқ, әйелге онда не пайда деймін да? Бұл екінші әйел бол, үшінші әйел бол, әйелге не пайда? Сіздің бірінші әйеліңізге не пайда? Сіз получается андай несправедливо поступаете с первой женой. Вот в чем вопрос. Пайда үшін өмір сүресіңдер ме сонда әйелдер? Тек қана еркекпен болмайды ғой, пайда үшін өмір сүрген, иә? Жоқ, не қызық, не пайда, в чем ее выгода вообще? Мысалы қаншама әйелдер жүрді қазір күйеусіз, табыс та таппай ақ қойсын, бала да туғызбай ақ қойсын, просто еркегің болып жүрсінші деп жүрген әйелдер бар. Бірақ мен өзімнің атымды шығарғым келеді, осындай болғым келеді деп жүретін де әйелдер бар. Статистика жүргізген жоқпыз ғой. Жоқ, өйтіп жүре берсін. Мен бүкіл қазаққа немесе осы мен 74 мың оқырманыма немесе 10 мың 20 мың көрген оқырманның біріне әперемін деп жатқан жоқпын. Керегіңді ал. Керек деп санайсың ба, жаса. Керек емес деп санайсың ба, жасама. Мен барып әркімнің үйіне барып, болмаса қолына ұстап алып барып үйлендіріп жүріп жатқан жоқпын ешкімді. Әйелдер бар, просто еркегің болып жүрсе екен. Сіз айттыңыз, содан кейін жоқ, мен жұмыс істеймін, өсем өнем деген сияқты. Енді сіз қандай әйел алғыңыз келеді сонда? Еркегің болып жүрсе дейтін бе, әлде өсем өнем деген қыз ба? Ондай қыз жүре берсін дедіңіз ба? Жалпы дәл қазіргі ұстанымым негізі өссем, өнсем, бір дамысам деген әйел мені дамытатын шабыт беретін жаңағыдай. Әйел бұл жерде 2-3-4 әйел болған кезде айтып отырмын ғой, мейлінше свободно болады, мейлінше уақытсыз көп болады ғой. Бәрібір жаңағы адам бақытты боламын десе де бұл жерде таңдау ғой, әйел адам өзі таңдау жасайды да. Бір әйелдер бар ғой, жаңағы өзің айтпақшы, мен вообще еркек керек жоқ маған деп жүрген әйелдер бар. Дұрыс қой, ол оның таңдауы, солай бақытты болай. Сол сияқты менің әйелім де таңдауы. Менің мықты ер азаматым бар, құдайды танытатын, жаңаға қамтамасыз ететін, қолынан келгенше бала шағаға дұрыс тәрбие беретін, қорғайтын, жанашыр, қайғысын бөлісетін, қуаныштысын бөлісетін еркегің болса дейді да, мысалға. Солай таңдау жасаған менің әйелім. Оның дұрыс емес деп не үшін айтасыз? Ол келіп сізге сіздікі дұрыс емес деп айтып жатқан жоқ қой, жеке өмір сүру. Бақытты боламын десең мышықпен де бақытты болуға болады. Мышықпен бақытты болатын орыстың әйелдері бар, бір мышықпен. Айда бір таудың басында талмен бақытты болып жүрген адамдар бар. Ол өзінің таңдауы. Сол сияқты бұл жерде әркімнің өзінің таңдауы. Солай таңдады ма, солай өмір сүрсін. Просто не үшін айтасың деп сұрақ қоюыңыз керек та, не үшін айтасың? Просто білсін. Осындай да вариант бар екен, осылай өмір сүруге болатынын білсін деймін да. Егер де ұнап жатса, солай жасайды, ұнамаса жасамайды. Болды, солай. Менің әйелдерім сондай. Мысалы бір жаққа қонаққа жалпы қыдырып кетсек, бір әйелдегі балдарды бір әйелге тастап кетеміз, қарап отырады. Екіншісі ситуация қайталанған кезде ана әйелді мына жаққа тастап кетеді. Одан кейін ол жерде де не бар да? Өлім. Вот именно жаңа өлім деген бар. Өлімге келетін болсақ, екі әйелдің, бір әйелің бар дедік, бір әйелдің 4 баладан кейін өліп қалды. Не істейді еркек? Әйел алады. Вот ана алған әйел, ана балдарға обязательно болмаса да 90% өгейлік танытады. Өйткені қабылдай алмайды. Кеше ғана бұрын танымайтын, білмейтін адамның әйелі, әйелдің балдары да, сол үшін өгейлік танытады. Өгейлік деген нәрсе осы да. Ал бұл жерде ондай жасатпайды. Бір әйел, екі әйелдің біреуі өліп қалса, мысалға да, менің де өлім туралы айттық қой. Екі әйелдің біреуі өлсе, ана көзін көрген, бірге отырып шай ішкен, бірге өлім жетінде жылады, қуанған кезде қуанды. Көзін көрген әйелдің бала шағасына өгейлік танытпайды. Қарайды, нормально қарайды. Нормальный әйел нормально қарайды да, дені дұрыс адам. Біз енді дені дұрыстар туралы әңгіме айтып отырмық қой енді. Дені дұрыс емес та, бір әйелден де ажырап жатыр, бір еркектен ажырасып жатыр енді. Каждый жақ тыңдасаң енді ананы екінші адам дұрыс емес қылып шығарады ғой енді обычно ажырасқандар негізінде көп жағдайда. Одан кейін жаңағы еркектердің де арасында
қазір көп интернетті ашып қалатын болсаң, ойбай мына өгей әке өгей қызын зорлапты, бөлесін зорлапты, баласын зорлапты деген әңгіменің бәрі не үшін қайдан шығып жатыр, оны кім ойланбайды. Ол соның бәрі жоқ болса, мен ешкімге екінші әйел ал деп айтпасам, жаңағы педофилизм дейді, бір нәрсе жаңағы ойбай атасы келінімен болайын деп қатты, болмаса қолап кетіп артына түсіп көп бар, соның бәрі қайдан шығып жатыр. Кез келген нәрсенің шығу төркінін іздеу керек қой. Содан болды, бір еркектің басына бір әйел, проблема содан. 2-3 әйелі бар еркек, Құдайды таныған, жаңа нәрсенің бірде-біріне бармайды. Балдызына да бармайды, келініне де, өгей қызына да, мысалы сондай ойда туындамайды да. Вообще, өйткені ода етақта 2-3 әйел бар ғой. Не болады ол? Зина да жасамайды. Вообще зина бөтен адам туралы айтайықшы, оны ешкім есепке алып жатқан жоқ қой, қазір жасалып жатқан. Ал ана нәрсе мысалға жоқ, ол мүлдем жоққа айналады. Жоқ, көп қой сондай жігіттер, ер азаматтар бір ғана отбасымен, бір ғана келіншегімен әп-әдемі жағдай жасап, қоғамға да көмектеседі, бала шағасы да көп күшті өмір сүріп жатқандар да. Өмір сүре берсін, оларға мен тиісіп жатқан жоқпын, олар не барып үйіне тұрған жерінен барып, сен олай істемеске деймін да. Істесін де енді. Олай сол идеальный отбасын үлгі тұтып, соны үлгі көрсетіп жүрген адамдар бар, бізде Қазақстанда. Міне бір әйел бір күйеу болу керек деп, соны жаңа пропаганда жасап жүрген адамдар бар, Сен айтпа, сенікі дұрыс емес деп жатқан жоқ оған бар. Соныкін дұрыс санай ма, солай өмір сүрсін халық. Менікін дұрыс санай ма, былай өмір сүрсін. Таңдау бар да. Неге ол айту керек, неге мен айтпауым керек? Айта берсін. Мысалы сен айт, вообще жалғыз өмір сүру керек те. Құқың бар айтуға. Сол сияқты менде құқың бар. Таңдау адам өзінде өзі таңдасын да оны. Сіздің инстаграмыңызда сізге мен сізге тоқал болғым келеді деп жазатын қыз-келіншектер бар ма? Енді тоқал болғым келеді деп жазбайды. Жалпы сіз сияқты ер азаматпен сөйлескім келеді, танып білгім келеді деп жазатын адамдар бар. Прям ол біреу жай ғана шабыт алғысы келеді. Олар да білмейді ғой, мен оны аламын ба, алмаймын ба, ұнатамын ба, ұнатпаймын ба. Бірақ жаңа танып білгіміз келеді. Неге осыны жақынырақ түсінгіміз келеді дейді. Енді ары қарай сол моментте кездесіп жолығып қалған кезде бірінші әйел бәйбіше, екінші әйел тоқал, үшінші әйел кім? Нақсүйер. Одан кейін қолтық сүйер деп айтады ғой. Жаңа жетектеп алып жүреді өзі. Жеңді шама қалмай қалдым ғой. Қолтығымыз қолға солға деуім. Аттарды бәрекелмен білмеппін. Бәше мен әйелдерімді бәйбіше тоқал деп атамаймын. Негізінде. Қай әйелім дейді, кіші әйелім ғой деймін. Үлкен кіші деп айтамын да. Енді үшіншісі жасы қаншада болады, сіздің ойыңызша бір жобалап кім болады? Атын айтпаңыз, просто андай. Атын мен де білмеймін, қайтып айтамын. Вообще. Жоқ, бар еді ғой бір идеяңыз, Камшат Жолдыбаева, давай үйленеміз деген бар ғой. Сіз айтып қойдыңыз ғой оны? Иә. Енді мен білемін ғой, сөйлестім ғой кеше. Енді Камшат мен сөйлесіп көру керек, оны жоққа шығармайды. Айтады, елде күліп жатыр ғой, ой Камшат деп. Камшат бәлкім ол да армандап жүрген шығар, мені қашан келіп әңгіме айтады деп. Білмейсіз ба, или олай айтпауы мүмкін ба? Білмеймін, мүмкін сияқты, айтпауы мүмкін секілді. Менің ойымша айтуы мүмкін сияқты. Камшат осы кісі маған қашан келіп әңгіме айтады деп жүрген шығар. Қайдан білеміз оны? Жоқ, мен қайталаймын, қарап. Үшінші әйеліңіз сіздің Нақсүйер деп атын атап таптық, иә. Үшінші әйеліңіз сізге айтады, иә, көндім деп келеді да, келіп алған соң сізге андай провокация етеді да, жоқ, мен вот сен екеуміз бір-бірімізді күшті түсіндік, күшті таптық, ана бірінші екіншісінен айырылыс, мен сенің мемлекеттік неке қиылған әйелің болғым келеді, мен үшін сол маңызды дейді да. Бірақ бәрі идеально, сол ғана давай до свидания дейміз ғой. TikTok такой, давай до свидания. Вот сіз осы келіншек маған болды, нақ осы келіншек деп алып тұрсыз да? Жоқ, мен идеал мен үшін идеал кім? Идеалды мен 70-80 келген кезде айтамын, сен идеал екенсің, мен ырзамын деп. Егер Құдай бұйыртып жатса, сол қартайған кезде мен айтамын, сол жерде кім мен соңына дейін до конца қалды, мен жақсы көретін дәлелді, бір жылдан кейін, 2 жылдан кейін мен ешқандай әйелді мойындамаймын, ол идеал деп. Бүкіл өмір менімен бірге өткізсе, қартайғанға дейін жетсе, сол идеал. Соңына дейін кім жетеді? Қай нәрсенің болса да басы маңызды емес, соңы маңызды мен үшін. Басы әртүрлі бастала беруі мүмкін, маңызды соңы ғой. Қай нәрсе идеальный болып басталса да, соңы жаман біткеннен кейін ол қызық емес қой дүние. Бәрі пландар құрылуы мүмкін, керемет, мынандай деп, мынандай здание тұрғызамыз деп план бастады ғой фундаментті. Фундаменті күшті екен мына үйдің деп айтпаймыз ғой біз. Сол үй біткеннен кейін қарап, жағдайын көріп, условиясын көріп, качествосын көріп, сол үй біткеннен кейін айтамыз, соңын айтамыз. Сол сияқты любой нәрсенің соңы маңызды мен үшін, басы өтірік бола береді. Жалпы жарайды, енді қайтып келейік, үшінші әйеліңіз туралы, болашақ үшінші әйеліңіз қандай болуы мүмкін сипаттап беріңізші. Қайта қойып жатсыңдар ғой сұрақ айтып. Жоқ, айтқан жоқсыз сіз. Айттым, былай өнерге жақын, сондай бір жанып тұрған, өнер деп жаңа алға ұмтылып тұрған, арманы сондай бір керемет, сондай бір алға ұмтылып тұрған адам болса деп отырмын мен. Бала таппаймын деп айтса сізге, осы өнер жолында жүремін. Бала таппаймын деп айтпайды, айтпау керек бұлай. Менімен өмір сүргеннен кейін тапқысы келіп кетеді ғой. Қыздар, жігіттер, керектеріңді алыңдар, керек емесін алмаңдар, мен ешкімнің үйіне барып, ешкімнің есігін тақылдатып, есігін екі қатын алып, үш қатын алып деп жүрген жоқпын. Мен анау семьясын тастап кетіп жүрген, жылатып жүрген әйелін, зина жасап жүрген, вот сондай адамдар лучше алғаны дұрыс қой, жүргеннен гөрі деген әңгіме ғой. А сіз неге сондай алмайсыз үшінші әйелге? Қандай? Сондай жесір қалған, болмаса... Мен қыз аламын деп айттым ба не? Айтқан жоқпын. Білмеймін, айттыңыз ғой, өнер адамы, жанып тұрған, жас қой мен жанып тұрған. Жоқ, бола берсін, баласы болсын, қызы болсын. Неге жетім асырап алмайсыз? Қатын алғанша десең. Қатын алғанша, иә. выгода бар ғой ол жерде, жаңа сендер ұқсап выгоданы есептеу керек қой. Мысалға бала алғаннан кейін оған аналықта махаббат көрсетуің керек, әкелік жауапкершілікті көрсетуің керек, иә. Жетім дегенге келетін болсаң, жетім, күйеуі жоқ, кәмелет жасына толған қыздарды жетім деп айтады негізінде. Күйеуі жоқ. Өйткені ол әкенің жауапкершілігінен кетті, ол жеке өмір сүріп жатыр. Оның ер азамат. Жоқ солай. Еркегі болу керек, табиғат бойынша еркегі болу керек. Ол да бір жетім, оған да бір қорған керек қой, любой әйелге қорған керек, демек ол жетім, қорғансыз болса. Сонда өзінің шешесі тәрбиелейді оны. Өзінің шешесі. Сен бұл жақтан жаңағы қамқор боласың да. Лучше жаңағы
жетімді шешесімен қосып асырап аласың ғой бұл жерде получается. Сіздің екі қазіргі келіншектеріңіз, әйелдеріңіз жетім асырап алсаңыз оған ана бола алмайды деп ойлайсыз ба? Жоқ, болады ғой, болатын шығар, бірақ гарантия бере алмаймын, болады деп конкретно айта алмаймын. Өйткені оны неге екеуі бір-бірімен бірге шай ішіп, бір-біріне бала алмасып көмектесуге олар өздерінің балдарымен әлек қой, и так өзінің баласымен әлек. Олардың басын ауыртып, қатыртып, басқа баланы сен бауырыңа басып olsun деп қинап не аласың? Лучше өзінің анасы тәрбиелесін. Жоқ болса да қазір жесір әйелдер, бір баламен, екі баламен, үш баламен қалып кеткен әйелдер жоқ болатын болса, мен тыныш отырармын да, тыныш. Бар ғой, толып тұр да, вот соларды алсын деймін да. Сөйтіп ала бастайды да, жаңағы мықты еркектер, жаңағы баласымен, қызымен қалып қалған жас қыздар көп та, соны ала бастаған кезде, анау тайраңдап жүрген еркектер бар ғой, қатын алмай жауапкершіліксіз жүрген. Солар бізге қатын қалмай бара жатыр ғой деп сәл әрекет қылатын шығар, өзінің әйелінен ажырамайтындай көңілінен шығып, одан кейін доступны әйелдерді азаяды. Сондай проблемалар шешіліп. Сізге сұрақ. Сіз екінші әйел болып шыққыңыз келеді ме? Жоқ. Сіз мені өзгертуіңіз керек, ой санамды, или мен сіздің өзгердім, жоқ, өзгерген жоқ, шынайы. Бұл кісі бағана біз екеуміз сөйлескен кезде бүйтіп айтты, маған не пайда деймін да, мен өз-өзімді жасап қойған адаммын, балам бар, табысым бар, үйім бар, жайым бар, бәрі бар менде деймін да. Енді совсем потребность, природная потребность деген ғой, главный аргументтер, иә. Природная потребностьті қанағаттандыратын вибратор бар да. Не керек маған онда деймін да, өйтіп біреудің екіншісі, үшіншісі болып жүргенге. Мен нақ бір ер азаматтың әйелі болғым келеді, не жалғыз жүргім келеді. Осындай да, екі ғана таңдау да. Егер маған қазір сіз дәлелдеп берсеңіз, саған мынандай выгода бар, мен саған бүйтем, сөйтем десеңіз, мен ойланайын. А мен қазір көріп тұрған жоқпын ешқандай выгода. Мен получается бұл кісінің жағдайына көну керекпін. Мен получается өзімнің проблемамды бәрі шеше беру керекпін. Еще анау басқа екі әйелді мындай мойындау керекпін дегендей да. Маған қанша бала шаға бар? Менде бір қыз бар. Бір қыз бар, иә. Қаншадан туасыз? Вибратордан қаншадан туайын деп жатсыз? Эко бар ғой, эко. Бала табуға болады негізі. Экодан туылған баланың табиғаты, тағдыры не болады? Асыраймын? Жоқ, табиғаты не болады? Табиғаты адам болады, не болады? Енді медицина соншалықты дамығаннан кейін сонда сіз көрдіңіз ба, сіз өзіңіздің жаңағы жеке эгоизм, жаңағы тәкаппарлық қой, енді соны жеңбей бала шағаның тағдырына балда шауып тұрсыз ғой? Жоқ, жалпы негізінде түптеп келетін болсақ, иә, мен шынымен де алдында сөйлескенбіз, ол сұрақты айналдырып әкеліп қойыпсыз ғой сіз маған. Бала тапқым келеді. Мен жалғыз қыз емес, одан көбірек бала санын қалаймын. Бірақ менің ойымда бала анамен де әкемен де туылған болу керек та. Енді получается өзіңіз сөзіңізге өзіңіз қарсы шығып жатсыз ғой, енді мысалға просто жаңағы жеке тәкаппарлық пен эгоистік нені жеңе алмай тұрсыз да бұл жерде. Бір нәрсені алу үшін бір нәрсе беру керек та адам. Мысалға бай болу үшін уақытыңды, нервыңды бересің. Айтып отыр, сынақ бұл өмір негізінде да. Мен прям идеально өмір сүріп жатқан отбасыларды білмейді екенмін. Ол инстаграмда идеально көрсетуі мүмкін. Тура сол сияқты инстаграмда идеально көрсетіп жүрген отбасылар ажырасып жатыр бір қарасаң. Прям муза тұтып, алақанына шығарып, вертолетпен мінгізіп, вертолеттен түсіріп жасап жатқан әйелдер біреуімен, бір әйелмен бір күйеулер ажырасып жатыр, иә. Қайда кетті махаббат? Бәрібір соңы бәрі бітті да, мысалы. Сол үшін жаңағы иә, бұл жерде жеңуге тура келеді, өзіңнің мен не үшін деген сияқты жоқ. Бала шағам, балам именно дұрыс адамнан туылсын, дұрыс адамның тәрбиесін көрсін. Бұл жерде иә, экодан туып аласың да, ертең вообще дұрыс емес еркек шығады. Бала туғың келетін шығар, иә, мысалы. Ол дұрыс емес шығады, ол мүмкін енді қиын енді. Вообще 90% дұрыс емес, 10% дұрыс болуы мүмкін да. Өйткені әкесі мүмкін сізде нақты факт жоқ қой онда, иә. Мысалы әпәдемі туып алдым, жүріп танимын сондай балаларды экомен. Жоқ, болашақ ертең еркек болған 30-40 жас оның 30. Сондай оның кім болатынын әлі білмейміз, оны уақыт көрсеткен жоқ. Біз білетін нәрсені қолдана берейік та. Бізді білетін бойынша 40-50 жастағы еркектерден мықты балдар туылады да. Әсіресе 50 жасқа келген осы біраз келіншектермен, үлкен кісілермен сөйлестім да, ең үлкен өкініші кімге болса да тиіп, немесе сол бұрынғы күйеуімен көп бала туылып сондайға арнамаппын өзімді деп өкінеді. Опять же, 50-ден асып үлкен жетістікке жеткен байлық, сондай бір қызметте болсын да, сондай бір өзімді өзім жасадым деген әйелдер, мен енді 10 әйелмен сөйлестім, оны да солай айтты да. Мүмкін исключение тағы бір екі әйел бар шығар, осылай болған дұрыс болды деп айтқан. Көпшілігі солай айтады, өкінеді да. Лучше сол көп бала туу керек еді. Қартайғанда мысалы 40-қа келгенде бір бала туып алуым керек еді. Соған махаббатымды арнап, сол маған мотивация болатын еді деп жүрген талай ақымақ болыппын. Бірінші күйеуіммен де тұра беруге болатын еді. Одан кейін болмаса қаншама приложениелер түсті. Содан да екінші болып тиіп алу керек еді. Болмаса әйтеуір біреуден туып алу керек еді, дұрыс деген адамнан туып алу керек еді деп өкініп жүрген 50 жастағы әйелдің 10 адаммен сөйлестім, оны да солай жауап берді да, маған солай өкініп отыр. Демек, қазіргі ол жасың дұрыс, мен свобода деуі мүмкін да, бірақ 50 жасың басқа нәрсені қалайды да. Апора қолынан жетектеп сәл тойға баратын, құдалыққа баратын, қызың күйеуге беріп жатқан кезде құда болып тұратын. Ой, кеше күйеуің ана үйде болып еді, бүгін неғып тұр деп айтады деп қорқасың ба мысалға? Зачем? Жұрттың әңгімесі, зачем? Бар ғой ең басты, әке бар мысалға. Одан кейін жаңағы балаға келетін болсақ, бала деген ол әкенің қандай болу керек екенін көру керек, отношениенің қандай болу керек екенін кішкентайынан бастап көру керек. Әйел мен еркектің арасында қарым-қатынас қандай екенін көру керек. Ал сен жалғыз жарайды экодан туып алдың, ол көрмейді ғой. Біреудің үйіне барып көрсетіп отырасың ба, былай өмір сүру керек, ерлі-зайыптылар деген. Қызыңа сен көрсетесің, қалай күйеуді құрмет қылу керек деп. Ұлға әкесі көрсетеді, қалай ол әйелді құрмет қылу керек, әйелді қалай сыйлау керек, қалай жақсы көру керек. Ол әкесі көрсету керек ұлға. Ал оны жалғыз басты көрсетмейді. Мен талай әйелдерді білемін да, жалғыз басты да, баласын айтқанын тыңдатқызу үшін жаңағы жеке эгосына байланысты уксус ішеді. Бір бәле өзіне қолын жұмсайды, өтірік талып қалады. Мысалға жалғыз әйелдер бүйтеді, мысалы сіздердің бір қателіктеріңізде әйел затының балдары соның айтқанын қалағанын жақсы көреді да, өзінің балдарының сол әйелдің айтқанымен жүріп тұрғанын қалайды. Сөйтеді да, әйел болған кезде, әйел болса, мамикин сынок деп өзінің күйеулерін тағы жеп көреді да, шешесінің айтқанынан шыға алмайды дейді. Ана жақта шеше болып тұрған кезде сол баланың
сол шешесінің айтқанымен жүргенін жақсы көріп тұрады, соған неше түрлі шантаж жасайды, соның айтқанын тыңдатқызу үшін. Білеміз ғой, көріп жүрік қой өмірде. Сөйте тұрады да ертең өзі әйел болған кезде, он ничего не решает, там, он мамекин сынок, маған шешесінің айтқанымен жүріп тұратын еркек ұнамайды деп сөйтіп айтады әйелдер. Өзінің сөзіне өзі қарсы шығады да, әйел заты. Просто әшейін эмоциямен ұра береді ғой әшейін. Ол кейін де ойламайды да. 50 жасында ойлап көрші жаңағыдай ситуацияны. Жоқ, үміт та, менде 50 жасқа шейін әлі 15 жыл бар ғой. 50 жасқа шейін енді жалғыз болып қалмайтын шығармын. Маған да тең болатын. Жоқ, кімге тиесің вот так вот сол. Нақсүйерім жалғыз әйелім. Кім ол? Жоқ, кім бол? Кім? Демек сенің жасың 35-те. Жоқ, сенің жасың 35-те, иә? Демек ол қаншада болу керек? Менен жасты, сәл үлкенірек. Сәл үлкен. 35-40 жасында, иә? Ол жалғыз басты болу керек. Жалғыз басты. Ол не істеп жүр ол жасқа дейін? Жоқ, ол жас. Не істеп жүр ол? Оқып жүрген шығар, жұмыс істеп жүрген шығар, кім біледі. Денсаулығына не болды сонда? Денсаулығы тіпті тынды 35-40-қа дейін үйленбеген еркектің денсаулығы. Ажырасқан шығар, может, ол жоқ, енді дұрыс. Ажыраған, иә, ажыраған жоқ. Ол өзінің отбасын тастаған еркек ертең тағы да тастауы мүмкін. Гарантия жоқ қой. Тастап кетуі мүмкін. Өзіңіз айттыңыз, адамдар қателесуі мүмкін деп. Может, ол кезде ол жастықпен қателескен шығар. Енді қазір тастап кетсе ше тағы. Сомнение ғой, бұл жерде де сомнение, ешкім гарантия бере алмайды мысалы да. Ешкім гарантия бере алмайды. Нақты не келтіре алмадыңыз ғой, до конца тұрып, олай дұрыс емес деп. Мен келтірген сияқтымын негізінде. Бұл бірақ сіздің соңғы сөзіңізде мен енді жаңағы эксперт ретінде мен де бір азаматқа тұрмысқа шығамын дедіңіз. Иә. Соңғы сөзіңізде, бірақ осылай жалғыз басты болып қалмаймын дедіңіз ғой енді. Жоқ, мен ондай басынан ондай ұстаным бар деп айтқан емеспін. Жоқ, сіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, жаңағы бір нәрсені қолдана беремін, өзім сөйлей беремін дедіңіз. Жоқ, мен өзім туралы айтпадым. Мен жалпы солай істеуге болады ғой дедім да. Енді мүмкіншілікті айтамын да. Қазір енді 21 ғасыр, 2021 жыл, сондай мүмкіндіктер бар екенін білесің, бәріміз де білеміз. Енді ондай мүмкіндік бар, мынандай да мүмкіндік бар да, ол енді жаңағы нәпсіге келіп тірейді. Менің нәпсім, менің табиғатым солай қалап тұр да. Мысалы, любой еркектің табиғаты сол да, күніге бір әйел болса дейді да. Просто өз-өзін тиеді, Құдайдан қорқады, әйелін құрметтейді, соның есебінен тоқтатады. Ал еркектің табиғатына келсе, күніге бір әйел болса дейді да. Бөлек бір-біріне ұқсамайтын әйел болса дейді. Еркектің табиғаты солай. Ал әйелдің табиғаты мүлдем олай емес. Басында уәде бергенбіз, сіздікі дұрыс, менікі дұрыс деп шығамыз дегенбіз, екеуміз де жеңілмедік дейміз, бірақ жоқ, нақты сұрақ мынандай болды да, немен көнемін, иә, мен дайынмын үшін там екінші бірнешесінші әйел болуға деп, иә, бұл кісі айтады, жоқ, мен осымен тоқтадым дейді. Дәл қазір меня не убедить в том плане, что мен қазір әлі үміттеніп тұрмын да, әлі менде 50 жасқа шейін, сіздің мысалыңыздағы 50 жасқа шейін 15 жыл бар. Мүмкін мен қазір есіктен шығамын, и мені қарап өмірлік жарым есіктен шығғанда қарсы алады. Иә, сондай үміт бар да, сол үшін әлі айта алмаймын, нақты осыған көндім деп та. Жалпы мен бұл неге тоже қарсы емеспін да, то есть пока меня не касается. Категорически андай бүйтіп андай флаг ұстап мен осы еркектермен соғысамын деген нем жоқ мақсат. Сонымен, тыңдарман, эпизод мәресіне жетті. Алайда тақырып жабылған жоқ. Соңғы сөз сіздің еншіңізде қалды. Қай жақтың ұстанымы дәлелді болды деп санайсыз? Менің Instagram парақшамда актуальныйда сауалнамаға дауыс беріп кетіңіз, белсенділерді сыйлық күтуде. Жалпы подкаст туралы пікіріңізді күтемін. Келесі эпизодқа дейін сау болыңыздар.